Елдерін танып өткендегі бой сен өткіздің ғой да, жақсы, сен жеңіс сенікі, мені құттықтайды әлі дейін. Бізде Қазақстанда жаңа мотиватор деп десең. Ол мотиваторға қорсын әңгімем жоқ. Кеше Алмас кіммен бой өткіздім, дұрыс па? Айдоспен де бой өткіздім, Айдоспен де спарринг істеп көрдім, бірақ кімнің Алмастың соққылары ауыр. Ол жекпе-жекті көз алдыма елестетемін, шын айтамын, осыны ойласам ұйықтай алмаймын. Білесің ба, қандай жекпе-жек көрсеткім келеді екен? Қанды жекпе-жек көрсеткім келеді бар ғой. Добивай, енді бітірмейсің ба дейді. Ол да адам ғой деп, негізі. Сондай нем бар да, мен ол адам ғой. Неғылам оны добивать етіп ол. Мен жасырмаймын, Зияевпен де сөйлестім, келіспей қойды. Конференциядан кейін де бетпе-бет жолығып айттым, келіспей қойды. Ана менеджерін айтады, мынау айтады, өзім секіріп кетті сөздің ішіне керек. Ей бері қара, бұл сап-сары подкаст. Бәріне сәлем. Бүгін бізде қонақта кімнен бастайын? Жұман Ерлан Жұмабеков және Бек Тайсон Касенай. Қалайсың, жігіттер? Жақсы. Рахмет. Бек Тайсон что-то немножко как будто, бірінші рет, иә, сенде подкаст? Жоқ. Болды ма? Бірінші рет ме, иә, болды ғой. 4 күн подряд мероприятие болды бүгін. Басы кетіп әдем болып кетті бүгін саған. Родной ғой деп. Қандай мероприятие болды? Тойлар, нелер. Жақсы. Көрермендер, сразу айтам, мен кейде қазақша буксовать етіп қалам, так что оған мән бермеңіздер. По крайней мере, мен қазақша айтып тұрсам. Сразу бір керемет нәрседен бастайықшы. Екеуің де Айдоспен төбелестіңдер. Екі бойда да драма шоу болды ғой. Екі жекпе-жекте. Осы бой Айдоспен сендерді бір жауынгер ретінде өзгерді ма? Бізді өзгертті ма дейсің? Иә, осы жекпе-жек. Енді мен қарап тұрсаң, бір жылда кеше қорытынды жасадым, 2024 аяғында 5 жекпе өткізген екенмін. Жылдың басында осы Айдоспен болған мен ең ауыр жекпе-жек. Иә. Енді көбісі айтып отыр, жыл жекпе-жегі деп. Енді сол жыл жекпе-жегін жылдың соңында Зияевпен жапқан екенмін. Тағы да сондай бір ауыр жекпе-жектердің бірі. Мен ол жекпе-жек мені адам ретінде, спортшы ретінде қатты өзгертті. Айдоспен болған жекпе-жек. Өйткені қай тұрғыдан менің енді өзімнің лақабатыма сай нағыз арлан мінезімді ол жоғары деңгейде көрсете алатын тұста өзгертті да мені, Құдайға шүкір. Өйткені мен тек қана жұман ретінде емес, қазір көбісі айтады, нағыз қайсар, нағыз характерін жігіт деп айтады. Мен сол тұрғыдан қатты өзгертті. Енді мен ол жекпе-жектен кейін айтқанда болатын, бұл жекпе-жек менің 2 жылдық өмірімді алып тастады деп. 2 жылға қартайтып жіберді деген. Енді әзілдеп айтсам да, бірақ сол жекпе-жекте сөздің шыны керек, мен біраз денсаулық беріп тастадым. Бірақ енді соған қарамастан, Аллахқа шүкір, дәлелдеп келе жатырмыз, өзіміздің еңбекшіл екенімізді, өзімнің намысшыл екенімді. Мен айтамын, әрқашанда мені өмірде олай сындырмаған, ол ринг мен үшін ол түктер емес. Мен ұтылай, мен бір қалыпты өмір сүре беремін, қарай. Ең бастысы мен әрқашанда айтатын жастарға, өмірде сынбаңдар, ең бастысы өмірде сындырып сызса, сен болды, ешкімге керіп болмай қаласың. Сол секілді енді бір ғана мақсат, бір ғана айқын мақсатпен осы әлі уақытқа дейін жалғастырып келе жатырмын. Жиі төбелесетіннің бір себебі осы. Өйткені алдыма үлкен бір мақсат қойғанмын, сол мақсатқа жетпей мен сөздің шыны керек, дәл қазір тынатын уақытта емеспін. Сол себепте мені спортшы ретінде, адам ретінде ол жекпе-жек мені қатты өзгертті. Бектас, сенші? Мен андай ұтылып үйренбеген адаммын да. Бұл сенде проф карьераңда бірінші, жеңіліс? Иә, бірінші. Қалай екен, как ты преодолел? Шынымды айтсам, қиын болды ма? Жоқ, қиын болған жоқ. Бойды өздерін көргенде аса қиыншылық туғызған жоқ. Ешқандай жақсы өттік, бос ойнап өттік. По ощущениям өзімді жеңімпаз болып сенімді болдым. Дегенмен
жаңағы жеңіс ар жаққа кетіп қалды, қалай екенін білмеймін. Қазір мысалы көшеде кетіп баратам, жаңағы семьямен жүреміз, жаңағы нелерде, торговый центрда елдерін танып, өткендегі бой сен өткіздің ғой да, жақсы, сен жеңіс сенікі, сені мені құттықтайды әлі күнге дейін. Спортсмендердің, көп спортсмендердің өзі құттықтап жатыр, мысалы. Әлі күнге дейін айтып жатыр. Бойдан кейін көрмегендер, қазір көріп жатқандар әлі күнге дейін айтып жатыр. Бірақ осы жекпе-жек сені өзгертті ме боец ретінде? Өзгерткен жоқ па? Өзгертті дегенмен екі есе көбірек пахать ететін болдық қой. Өйткені бұлай бола берсе, мықтылардың бәрін үстіп неғыла берсе, ертең Куда еще больше? Постоянно залда жүресің. Таңертең келем, таңерте жүреді, кешке келем, кешке залда болады. Куда еще больше работать? По ночам теперь еще работать. Ол мысалы жай адамдарға көрінбейтін нәрсе ғой, бірақ біз осымен өмір сүреміз да. Біз бұнсыз өмір сүре алмаймыз. Сен бұлай айтуымда менің қате, бұл бірінші тұрғыдан бірінші Аллах қой негізі. Бірақ енді сен немен аласың, Аллах тағалам сонымен айтты, сен біздің қазіргі кәсібіміз, жұмысымыз осы болғандықтан біз осы нәрсемен ауырамыз. Ауырамыз деген қай тұрғыда, ол жақсы мағынада айтып отырмын да. Мен ауырамыз деген ондай не мағынада емес, тікелей емес, басқа тұрғыда айтып отырмын да. Мен өз ісімізбен ауырамыз, біз өз ісімізді жақсы көреміз болды. Біз толығымен осыған берілгенбіз, сол үшін бізге қызық емес, жұрт не айтады, мысалы да, анау жатпайды екен, шаршамай ма? Әрине біз де адамбыз ғой, робот емеспіз, біз де шаршаймыз, бірақ бізде бір мақсат бар да. Мақсат қойған, мақсатқа жету керек та. Бірақ тұрғы сол, бауырым, еңбек басқа. Мен басқа варианттар көріп тұрған жоқпын, тек қана еңбек. Біздің мысалы ойбай әке-шешеміз бай болған жоқ, мысалы біздің әке-шешеміз бізге жағдай машина үй алып берген жоқ. Біз Аллахтың қалауымен, бірінші Аллах, екінші өзіміздің еңбегіміз арқамызда сол нәрсеге жетіп жатырмыз. Өйткені біз түсінеміз да. Біз бәріміз білеміз жұманның мақсатын. Үй салу, мамаға үй салу. Бектас, сенде қандай мақсат? Менде де мақсатым бар, үй салып, анамды қасыма алып алсам, анам қасымда болса деген мақсат бар. Қалай екен, үй жұмысы басталды ма? Жоқ әлі. Ё-моё, қаншама жекпе-жек әлі алды бар. Жетеміз, Құдай бұйыртса, жетеміз. Алла бұйырды. Бәрі Алланың қалауы ғой. Енді мұны бауырым айтып отырмын ғой, бауырым мен өзім шын айтайын, мен жеке білемін да бұл жігітті. Қанша тренировка істедік. Бұның ең бастысы маған ұнайтын бұл жігітте ниеті түзуді, Аллахқа шүкір. Сен мысалы қалай қарым-қатынас ұстайтын, дәл соған жауап беретін жігіттердің бірі. Онда арамалық несі жоқ қой. Өз отырып, өзін мақтап отырып ойлап қалмаңыздар енді. Мен былай сыртта жүрсем де, Бектас әлі сұрайтын болса, мен сондайдың тұрып беремін бұл жігіт үшін. Аллахқа шүкір, аузын ашса жүрегі өнетін жігіттердің бірі. Енді ол еңбекқор екенін білемін мен. Fight Clubқа кіріп алады, азында біреулерге тренировка етеді. Енді ақша табу ғой мақсат. Семьясын бағу, кішкентайлары бар, отбасы бар, өзі солармен тренировка істейді. Мен барған спаррингке барсам айтады, братан, нужно екінші тренировка дейді. Сонда баланың ішінде ниетін көремін да, мен қандай. Енді осындай жігіттер шығады, иншаллах алысқа барады бұйырса. Взаимно ғой, братан. Сол сияқты. Бұл маған айтады, мен сене мотивация аламыз ғой, братан. Мотивация аламыз ғой, бауырым, Алла разы болсын. Бізде Қазақстанда жаңа мотиватор деп десең. Ол мотиваторға қорсын, әңгімем жоқ. Тіршілік істеп жүре берсін, ол родной. Сен Бектас пен Айдостың бойын көрдің ба? Қарадым, әрине. Қалай екен саған? Не төрешілер шешімі? Енді бұл жерде мен айтайын, бұл екі жігіттің ешқандай кінәсі жоқ. Айдостың қолын көтерді. Бұл жерде қателік судьяларда болды, төрешілерде. Мен былай прямой айтайын, ешкімнің көтіне кіргім келіп жатқан жоқпын, сонда керек. Мен отты деп айтамын, бұл жерде Бектас отты конкретно все. Менің мақсатым. Енді мен төрешілерге ештеңе дей алмаймын ғой. Бірақ енді Бектайсонға да кішкене қосу керек болды да арасында. Ол өзінің қателігін біледі ғой бұл жігітте. Бірақ бұл да сынып қалатын жігіттердің бірі емес. Егер енді Алла бұйыртса, Намат Мұхамеджан бұл жігіттің еңбегін елеп еселеп беретін болса, мүмкін реванш беруде лайықты деп ойлаймын Айдоспен. Айдос сол кезде мысалы Бектайсон өзінің мықты екенін дәлелдеуге мүмкіндік туады да. Сол секілді ата мен былай ойбай құрсын, ананың көңіліне тиіп кетпесін, мынаның көңіліне тиіп кетпесін деген мәселе емес. Мен ешкімнің құйрығына кіріп жатқан жігіттердің бірі емеспін. Мен шындықты айтып отырмын, ол жекпе-жекте мен үшін Бектас отты. Кстати, бойдың алдында Айдос сенің залына келді ғой, Жоқ, келді, менің бір нәрсем сондай да, бәрін ақ көңілім да, мен қарсыласым болса да, мен енді былай
тіке тілмен айтқанда артынан келіп шығып кетсе де мен андай кешірімшіл сондай жігіттердің бірімін да, бірақ екінші рет сондай нәрседен қайталайтын болса, көңілім қалатын болса, ол адамдар маған ұнамайды болды. Ал ол маған звондады, братан осындай деп жазғаннан кейін кел дедім, ол онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын, өйткені мен Бектайстың түсінігін білем. Біреу болса ренжитін еді маған, братан не істеп жатсың, Айдоспен дайындалып жатсың ғой деген сияқты. Шынымен ғой, ол шынымен ғой. Мен бауырымды білем да, ол қандай жігіт екенін. Сол үшін мен жоқ деп айта алмадым, оған кел. Зал арендовать етедім, соған келді, салмақ қуды, ары кетті, бұл ризах рахметін айтып кетті. Салмақ бірге қудыңдар, иә? Бірге қудық қой, енді сол жерде болды, екеуміз бір спарринг істедік. Мен бір раунд істедім, одан кейін ары қарай істеген жоқпын мен болды. Өйткені мен спарринг істеп ары қарай алатын болсам, ол кезде бауырыма ниет болатын еді, сөзін шыны керек. Сол сияқты ғой. Бектас бағана Жұман айтты ғой, қателіктері болды деп. Сен бойда қайта қараған кезде өзінің явный қателіктерін көрдің ба? Явный қателіктерім жаңағыдай, енді мен бір қатем андай қазақпыз ғой деп, қазақ бауырыма андай қатты, блин, на уважение ұрып, сыйластықпен ойнап жатырмын, мен сездім, жеңіп жатқанымды сездім да, дальше добивать етіп, оны қатты не қылудың қажет жоқ деп ойладым да. Соны сөйтіп шықтым. Мен келесіде қалай деді, сделал вывод, то, что нельзя так делать. Бой болғаны кейін рингте ондай сыйластық болмау керек, иә, болмау керек. Былай қарасаң, екеулерің Айдоспен вообще противоположный бой болды ғой. Мына жақта рубка болды, мына жақта наоборот более игровой. Все-таки реально, да, стили решают. Может быть, как будто, может быть, и Жуману дали победу чисто вот за то, что он типа рубился, да, до конца поменял, сломал ход исхода боя. Может быть, тоже за этого, да? Вообще, я твой бой пересматривал. Бектастың. Ё-мо, сенде бір какой-то простая капа, короче, такая прозрачная капа бар ғой. Поэтому я хочу тебе капу подарить. Новую. С Капы KZ. Это наши партнеры на изготовление капы. Красавчик. Ана капаң жеп қойып жүрмеші еді. Ол капаға уже қанша 15 жылдан асты ғой. Иә. Жұман, сенде тоже қанша 5 жекпе-жек болды ма? Саған по-любому жаңа капа керек қой. Саған по-любому капа. Бауырым, Алла разы болсын. Жігіттерге барам деп жүрмін негізі өзім. Иә. Егер де сіздерге капа керек болса, профессиональный капа KZ-тен ала аласыздар. Не просто капа, олар еще не жасайды ғой. Специальный принт жасайды, саған қалай керек, Бектайсын жасасын, Арлан деп. Мен сол жақтан жазатқам дейдер. Иә, сол үшін. Ол жігіттер жасап берген капаны әлі киіп жүрмін ғой. Енді ол жекпе-жек барысына келетін болсақ, жекпе-жекке дейін бұл жігіт неден өткен көбісі білмейді ғой. Иә. Сондай нәрсе бар да бұл жерде. Мен оны раздевалкада мен өз көзіммен көрдім да бұл нәрсенің бәрін. Бірақ енді ол айтылатын нәрсе бар, айтылмайтын нәрсе бар. Мен еркекше мойындаймын, бауырым, красавчик. Бәрін қалай бар, солай көтереді да бұл. Егер сондай мүмкіндікті ана жігіттерге беретін болса, мүмкін шықпай қойушы ма еді. Сол сияқты ғой. Айта аласың ба, не болды бойға дейін? Сол айтатын, айтылмайтын нәрсе бар да бұл жерде. Біраз қиындықтар болды дейсің, иә? Иә, көп қиыншылық болды, мен өз көзіммен көрдім, өз көзіммен білдім. Енді Аллах мәлім, иншаллах болды. Бірақ әлі өзін дәлелдейтін жігіттерім. Ол не емес та, оправдание, оны қазір айтып отырып, андай неғылқын келмейді өзіңді, аянышты қылып көрініп, братан көрді, братаннан басқа тағы да көрді, оны көрген адам көрді, болды, қайтеміз бәрін айтып. Дұрыс едесің. Бірақ бір не болды, салмақ. Акасы салмақ жасаған жоқсың, е? Неге? Пневмониямен ауырдым ғой мен. Пневмония болды ма? Сонымен антибиотик көп қабылдап, и уже ол в общем тұрып қалды да. И жаңағы салмақ қуып жатқан кезде осложнение беріп, бойдан кейін сразу қайттан көтеріліп кетті. 2 апта ауырдым. 2 апта дальше лечился. Енді мен айтқанымда келді ғой. Мен айттым, бәрі мысалы Алматы балуаншылықта есінде, мен сенің жанында шыққан кезде, ол кезде бұл жігіт толық ашыла алмады. Өйткені мен бәрін айттым, бауырым, мен жасырмаймын ешкімнен айттым, менен сұрағандарын айттым, ол формада болған жоқ.
өйткені мен дайындалдым ғой, Бектаспен спаррингтар істедім. Мгм. Бірақ енді мен бір шетінен түстім да, тәжірибенің арқасында өтіп кетеді. Аллахқа шүкір, 3 раунд өтті. Енді анау жастың аты жас қой, қашан қарасам да. Бірақ мына жекпе-жекке, өйткені бұның настройы да басқа болды. Мен айттым, бұл жекпе-жек енді Бектастың өзі де біледі, ауыр жекпе-жек болады дедім. Енді сондай жекпе-жектердің бірі болды. Өйткені енді ол кімді оқып алды ғой, жақсы Айдосты, Бектайсын. Жақсы оқып алды, спаррингтарда менімен істеді, мысалы. Екеумізде біраз нәрселер өттік қой, сөздің шыны керек, спарринг кезінде де. Енді сол менің жекпе-жегімнен кейін қалай істеу керек екенін көріп алды Айдоспен. Енді басқа да алдағы тұстарда енді егер кішкене стилін өзгертпейтін болса, ол жігіт ары қарай дамуы да мүмкін деген сөз ғой, мен айтайын дегенім. Енді Айдос бірақ жас жігіттердің бірі. Егер сол ғана стильмен істейтін болса, енді ары қарай қарсыластарына оқу оңай болады ол жігітті. Бәріміз білеміз, иә, сен Бектас қазір хочешь реванш получить, бірақ как будто қазір лига бермейтін шығар, өйткені кім Алмас бар ғой, Нұрғали, ана нокаутты прям тамаша жасады сол күні. И скорее всего қазір лига осы реваншты жасады шығар, иә, 8 күні. Олар мысалға қазір мен реванш сұрадым, незамедлительный да, реванш сұрадым. Дегенмен олар бойды қазір кімді поезді Алмаспен ойнатайын деп жатыр. Енді мен егерде Алмаспен ойнататын болса, маған уже реванш қажет болмайды. Маған титул кімде болады? Маған титул керек. Осы жекпе-жек болса титул кімде болады? Алмас пен Айдостың арасында. Екеуі де мықты, екеуі де жақсы бала, екеуі де жас бала. Мысалы, Алмас бірақ бізбен құрдастау, иә. Дегенмен бәрі Алланың бұйрығы ғой. Екеуінде стилі жақсы. Бірақ менің ойым Алмас тұрып кететін сияқты. Енді мен қызық бір нәрсе айтайын. Мен Алмаспен спарринг істегем. Алматы Файт Академияда, неде, Альфада. Неде, кешіріңдер, Сақпро тимда. Сол кезде Алмаспен спарринг істеген болатын. Екеуміз қырылдық. Мен ол кезде салмақ қойып жүрмін, бір бойға дайындалып жүрген кезде. Алма көзде свежий. Сол жекпе-жек, сол спарринг болғаннан кейін YouTube-қа салып жіберген оны. Енді анау Аят деген тренер бауырым мен тоже. Сосын кеше Алмас кіммен бой өткіздім, дұрыс па? Айдоспен де бой өткіздім, Айдоспен де спарринг істеп көрдім. Бірақ кімнің Алмастың соққылары ауыр. Енді өзінің салмағына да өте ауыр соққы жасайды жігіттердің бірі. Енді бұл жекпе-жекте енді мен біреуге қарсы, біреуге мәселе емес, бірақ Алмас ұтып кетуі мүмкін да бұл жекпе-жекте. Чисто за счет мощи, да? Ол бокста салатын жігіттердің бірі, мінезі жігіттердің бірі. Айтып тұрмын, спарринг істедім, өте андай мықты жігіттердің бірі Алмас. Жақсы соққылары да ауыр. Енді өзім ойлаймын, бұл жерде 60-та 40 деп берсем болады сөздің шыны керек. Кімнің Алмастың пайдасына. Өйткені ол көрсетті, қуат алатын. Енді Айдоста, енді ол да жынды емес қой енді. Бұл жекпе-жекте қазір жақсы дайындалады, кетеді бір кейбір нелерін өзгертуде мүмкін. Енді не болса да, ол бір жерде ұтатын бірінші көрермендер ғой. Жақсы бір қызық жекпе-жек алады. Айдос білесің, жекпе-жектердің бәрі қандай екенін. Мықты. Алмасты білесің, соңғы жекпе-жегінен кейін мысалы. Өзін дәлелдеп стадия кіреді Магомед Шапше. Сол секілді бұл жерде енді кім енді бәрін айтуға болады. Тайсонның өзі ұтылған білесің ғой бауырым, Бастер Дагласқа, Джеймсқа мысалы да. Сол сияқты бұл жерде кім кім тарих жасағысы келеді, сол жігіт ұтады бұл жерде болды. Кім андай рискқа барады, сол ұтады болды. Да, осы тоже бір қызықты жекпе-жек болады шығар. Бірақ саған әлі ұсыныс берген жоқ, 8 ақпан туралы. Жоқ. Как будто саған бір крутое имя нужно. И бір күшті жеңіс, чтоб... Мен сұрадым. Лига не дейді? Пока үндемейді. Пока үндемейді? Кімді сұрадың, сол қызық тұрған? Кез келген деген шығарсың? Кез келген. Кез келген мықтысын. Мысалға бразилисті сұрадым. Мен шыққан бұл. Одан басқа. Я, мықты бразилис. Маймыл ғой бразилец. Айтпақшы, сол бразилец бар ғой, кім Сариевпен төбелесті ғой, иә? Сариевпен төбелесті, Доспол деген жігітпен төбелесті Алаш Брайтта. Досполдан құлап қалды, бірақ бұл айналып ұрам деді ма, сөзі Доспол боковой местап қалып тастаған бұны.
қазір бразильецтер бар ғой Қазақстанда, казахский бразилец пайда болды ғой, көп қой мына жақта. Пума бастаған. Иә, Пума бүкіл бразилец. Пума және оның туысқандары. Пума родной өзімізді. Әзіл көтере береді. Пумамен бірге сен айтпақшы Дарда бірге бір командада болдым. болдым. 2 жыл капитан команда болдым. Сол кезде Пумамен бірге де істегенбіз. Пумамен кімнің бойын көрдің ма? Асанмен? Иә. Қазір Асанмен бір залдасың ғой, иә? Қалай екен сол жекпе-жек? Жақсы. Асан, мен дайындығында да болдым Асанның, Дәулет екеуін қалай дайындалғанын. Енді ойдағыдай шықты ғой, Дәулет істеген планның бәрі Асан орындап шықты. Отты? Иә, мен сол бойды қараған кезде, я думал, Пума заберет. Жоқ. Профессионал сияқты. Ол ММА-да көп жүрді ғой. Дарда қазір бокс тренері да жақсы. Я думал, сможет перебить. Тем более ол базовый кикбоксер ғой. Да. Кажется, или перегорел, или что. Жоқ, мәселе стиль ғой, көрдің өзің айтқандай. Стиль жасайды ғой бойда. Ал Асан ол ыңғайсыз да. Асанда база жоқ. База жоқ, иә. База жоқ ода. Мысалы келді, ол Асан залға келеді ғой, мен де көрем ғой, мен де бір боксерларды алып келеді, мысалы Асанмен істегенде кәдімгі келіп қалады. Анау енді ыңғайсыз ғой, Асан түсіндің бе? Сол сияқты ғой. Болады ғой бір корявый бейс шақта. Иә, дәл сондай ғой Асан, дәл сондай Асан. Асан білмейсің, жүрегі бар болады ғой, күшті бала ғой. Асан молодец. Асан жасап жатыр. Оның ағасы залға келе ма? Үсен ба? Үсен анда-санда бір келіп тұрады. Бірақ қазіргі таңда активный болып жүрген Асан ғой. Асан көпті көрген жігіттердің бірі, өмір көрген жігіттердің бірі. Сол үшін ол да бір мақсаттары бар алға қойған. Жақсы, молодец, Асан. Асан да жақсы, ол газовать ете алады да, төбелесе алады да. Сосын бойдан кейін де сөз айта алады. Жандырып жібереді. Молодец. Жұман, сен картта барсың 8 ақпанда. Кеше Намат анонс жасады ғой, Расул. Қандай Расул, бәрі білмейді, ешкім жазып жатыр, қандай Расул. Мен білем, бірақ сен өзің айтсаң. Мен бұл жекпе-жекті өзім сұрап алған болатынмын. Ол Расул Мирзаев. Ата аңызға айналған ММА-ның легендасы, сол жігітті сұрап алдым. Мен өзімді білем де, өйткені мықты қарсыласып шықсам, мен өзімді 100% көрсете аламын. Енді тағы бір мотивацияның бірі осы мен алдымда Расул тұр қазір. Мен бұрынғы арманым, бұрынғы емес, осы 2 жылдың көлемінде мен қатты бір қалаған жекпе-жектердің бірі. Өйткені оның карьерасын қарайтын, өйткені әрқашан қарайтын, маған төбелес мәндерін ұнайтын. Расулды да мысалы Москваға барғанда Fight Nights-та көріп амандасқан болатынмын. Енді ол мені де біледі сырттай. Әрине сол жекпе-жекті өткізгім келді. Наматтан сұрадым, ол үшін Мұхамеджан мен кімге, Нұрдавлат, Исламбек үлкен рахмет осы жекпе-жек маған бергеніне. Бұйырса 8 февральде ақпанда Балуан Шолақта Алла қаласа бір тарихта қалатын бір жекпе-жек ұсынғым келеді иншалла. Мен ол жекпе-жекті көз алдымда елестетемін, мәлен шын айтамын, осыны ойласам мен ұйықтай алмаймын. Білесің бе, қандай жекпе-жек көрсеткім келеді, қандай жекпе-жек көрсеткім келеді бар ғой. Екеумізде былай қайтпай бір-бірімізге тақалып тұрып, сондай қырғын шайқас жекпе-жек көрсеткім келіп отыр бар ғой. Салмақ 66, 61? Салмақ 70-ке. 70-ке? Салмақ, конечно. Мен салмақ ешқашан таңдаған емеспін. Мен керісінше олардан сұраймын, қиналып жүрген жоқсың ба, мүмкін осы салмаққа шыға саламыз. Олар ғой білмеймін, қорықпай тұр, осыған түсір, соңына дейін тұрып алады айтыр. Мен ойлаймын, ол жерде кезіндегідей прайдтай болатын болса бар ғой, салмақ таңдамайтын болса, мен сол прайдта жүруші едім сөзін шыны керек. Наматта егер сөйтетін болса, мен сондай весовойларда жүре беретім сөзін шыны керек. Ол жерде көп қатты рөл шешетін сол да, ол жерде жігіттердің кішкене тармас етіп қалатын, салмақ істей, соңына дейін түсір деп. Сол секілді Расулға 70 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсетеміз бұйырса. Енді көп сөйлейтін жігіттердің бірі емес, біз бұйырса жекпе-жек барысында көрсетеміз ғой нағыз айқасты. Бекзат, саған бір выбор берсе, лига, любой таңда, кого бы ты выбрал в качестве соперника мировой аренадан? Жозе, Альдо, там, я не знаю, любой. Любой. Мен анау көп шыны айтсам, танымаймын боецтерді көп боец. Мен бойлар вообще қарамаймын. Мен біздің қазақ жігіттер шыққан кезде, жаңағы про бокс болсын, ММА болсын, өзіміздің қазақтар шыққан кезде сол бойды қараймын да болды. Былай боецтерді вообще танып, неғылмай уақыт жоқ. Только пахата.
да, еңбек етеміз, үйге барамыз, бала шаға соны бала шағаның жанында андай телевизор қарап не қарайтын уақыт жоқ та, в общем, мүлдем. Демалыс кездерде мен семьямды аламын да кетеміз біз. Вот бір күннің жарты күні бос бола ма, барам семьямды алам да, барып ары бері жүргіземін да. Менің серіктестерім лицензиялық букмекерлік кеңсе pinap.kz және сол үшін оларға үлкен алғысымды білдіремін. Жұман, сен титулды қалдырдың ғой? Осы шешім саған қиын болды ма? Титулды қалдыру? Жоқ, ешқандай қиын болған жоқ. Мен Бектас өзі айтып берсін оны. Жұман братанға бар ғой. Вообще Жұман сияқты адам 1000 жылда бір туатын адам ғой. Ісі де, сөзі де бәрі айтты, ол істейді, болды. Қалай болмасын, ол соны орындайды да. Жұман братан айтты, Бека, сен президент болатын болсам, болды, мен поезды қалдырып кетемін. Солай келістіңдер ме? Болды. Мен президент болдым. Бір артық сөзсіз болды, қалдырып кеттім. Жоқ, былай болады, екеуміз спарринг жасап жүрдік, мен бір бойға дайындалып жүрдім, екеуміз біріміз көмектесіп жүрген кезде. Сол кезде айттым да, мен көрдім осындай енді наматтың жауынгері болды ғой. 2 жекпе-жек өткіздім да, өзбек тұтатын кезінде. 2-ші болды сол. Сосын осы балуан шолақтың алдында мен айттым, Бектас, егер осыны ұтып атсаң, сен претендент болып атсаң, мен белбеуді босатам дедім, сен үшін босатам дедім. Енді мысалы балуан шолақта егер Бектайсон ұтылған кезде мен белбеуді босатпайтын едім. Енді Бектайсон Аллахтың қалауымен ұтты, мен сол кезде шықтым да, айттым, осы белбеуді мен босатам болды деп. Осы бір душым бауырым, екеуміздің арамызда болған әңгіме, оны Аллах тағалам біледі да, ол біреуге налғанымыз емес, ол екеуміздің арамызда болған әңгіме. Енді мүмкіндік болды, бауырым төбелесті, Аллахқа шүкір. Сондай мәселе бұл жерде. Енді осы титулды қайта алам деген ниет жоқ па? Бауырым, ол ешкімнен жасырмаймын, маған поезд керек емес болды. Мен поездпен де, поездсыз да мен сол ақшаны алып жүрдім бар ғой. Главное, поезд уже алып алдым. Иә, өзім жасағым келді, иә. Мықты екенін дәлелдеді. Бір мықты екенін бәрі біледі. Бәріміз білеміз. Мен өзім де айттым, Жұман братан, ол номер 1 деп. Номер 1 деген король дедім да. Сөйтіп айтты. Егер де сен титулды алып алсаң, ты будешь его так же держать, или ты тоже ради кого-нибудь его оставил бы? Мен титул алғым келеді, болды. Титулды алсам болды, мен ар жағынан оны ұстап қайтемін мен. Бірақ лигаға ол не емес қой, невыгодно же. Чемпион поезд алады, сосын поезд қалдырады. Мен мысалға титул, Құдай бұйыртса, титулды алып, защитаға бір жан-жақтан мықты-мықтылар тартса. Расул Мұрзаев сияқты. Бұл уақыт еншісінде, бұл қашан чемпион болатын. Дело времени. Тек қана уақыт еншісінде да. Бірақ мен кімдерге айтар едім, Мұхаммед Жаме, Нұрдәулатқа, осы жігітке көп көңіл бөлсе екен деп. Бұл алысқа баратын нағыз жауынгерлердің бірі да. Немесе андайлар қазір клоундар көйіп кетті ғой біздің лигада, тоже наматта мысалы. Көп сөйлейтіндерге береді, сол сияқты мысалы. Енді бұл жерде олар тек қана олар кінәлауға болмайды. Бектасқа да айтамын да, мен сөйлеп үйрен, айтатын нәрсеңді айтып үйрен деймін да, кішкене көзге төз. Өйтіп сөйлемесең, қазіргі таңда нам жоқ, саған ешкім нам бермейді. Бұл дәбірек қой, сөзім шыны керек. Как раз сенің тренерің айтты ғой, All Stars. Дәулет айтты. Егер де байыстар өз медийкасын көтермесе, бойларға кімдер шығады? Ашық қалады. Кімдер? Блогерлар шығады, бой көрсете алмайтын жігіттер шығады. Сондықтан медийканы өсіру керек. Сол сен бірдеме жасайсың ба қазір сол медийканы көтеру үшін? Жаймен ептеп істеп жатырмыз. Бектас билейді только. Бейдің түбін түсіреді бұл жігіт. Жоқ, сен қазір там саған танымал жұлдыздар келеді тренировкаға. Былай стористе қарап отырсаң, со всеми там двигаешься, короче. Солай істеп жүрміз да. Алға бір нелер қойдық. Олжас Тоғымбет деген актер, каскадер братанды жақын араласамыз. Сол кісімен қазір бір пландар бар.
соны реализовать ету керек, Құдай бұйыртса. Сол медиканы көтеретіндей мен несі. бір жағынан лиганы түсінемін, өйткені медийный адам болса, адам көреді оны, адам келеді, билет сатып алады. Дегенмен мысалға Жұмамұратның өзінің фан базасы үлкен. Бізде де фан база бар да. Мысалға мынау интернет ол бөлек, бірақ фан база өткенде стадионда өздерін көргендей фан база бар да бізде. Просто как будто, знаете, человек, который стал известным боями, Жұман сияқты, Жұман ММА-да төбелеседі, титул үшін төбелеседі, бокста жүреді, кулачкада жүреді, и универсальный солдат. Универсальный солдат, реально. И жан жақтан публика келеді, уже Жұманды таниды, и бой арқылы таниды. Неде, трештоктан емес. И ол қиын, ол жол, мысалы, қаншама уақыт алады. Даже UFC-ні қарап отырсақ, Майкана деген боец бар. Майкана лигада 10 жыл жүр. Чисто төбелеседі. Сөйлемейді. И Сенуа Бенденини жеңген кезде айтты, мен уже осы лигада 10 жыл жүрмін, маған титул әлі берген жоқ, потому что ол медийный емес. И ол қиын жол. Чисто боями доказывать, что ты типа звезда. И сондай боецтер, по-моему, бізде даже Жұманнан басқа, по-моему, жоқ шығар да Қазақстанда. Бар енді ол санарлықтай ғана да. Көп емес та, бір 2-3 болуы мүмкін болды. Мысалы Фаниль сияқты боецтер. Или UFC-де жүретін боецтер, солар. Поэтому качайте медийку. Дұрыс айтасың, Дидар, мен толығымен келсем, сөйлей білу керек, шақыра білу керек. Сол кезде қазір индустрия сонда отыр ғой, даму керек қой. Демеу жүре берсең, саған мысалы ешкім алдың келіп нан тастамайды, сол сияқты. Сен нанға жақындаған кезде жаңағыдай келіп жұлып кетуі мүмкін да. Сол сияқты мүмкін сен бағыңсыз жүре тұрған шығар. Бұдан мен ойлаймын, бұл жерден еш алмау керек қазір. Вот мысалы Ануарбек мотиватор айтамыз ғой, как он жестко вот эту тему поймал с Мұхитом. Осы конфликт туралы не ойлайсыздар? Көрген жоқсың ба сен? Көрдім. Ойың? Айта алмаймын ешті. Араласасыздар ма? Кіммен? Мұхитпен? Мұхит Атамбаевпен? Мұхитпен де, Ануарбекпен мен былай қатты жақын емес. Просто сырттан танисың, иә? Мұхитты сырттан өткенде, бір наматы өткенде былай танысқан. Бұрын нелерде, сборныйларда бірге жүргенбіз ғой, неде бокстасқан кезде. Бірақ мен ол кезде молодежка едім, олар мужиктар еді. Ал Ануарбекпен танысыпыз. Бізде жекпе-жек болды. Бокстан жекпе-жек болды. Жалпы конфликт туралы не ойлайсыздар? Жақсы. Кімнің идеясы болса да қазір әдем алып келе жатыр екеуі де. Негізі ондай нәрселер бізге керек. Енді көбісі, мысалы, енді Ануарбекті қалай таниды? Сол арқылы таниды, ол дұрыс па? Конфликт, әркіммен ерегіс жүреді, әркіммен төбелес жүреді деген сияқты. Солай танып отыр. Енді оны да түсінуге болады, оның да жасы өтіп жатыр, қазір 38 шамасында. Сол мүмкіндікті барынша қолданып, қазір сондай мүмкіндіктер жасап жатыр, ол жігіт хайп жасап жатыр. Мұхитқа да айтамын, әрине өзінің еңбегін бағалайтындай етіп, қазір жан-жақта шығып жатыр, мысалы, Умар Күмлев дейді, соған қарай обращение жасады, мысалы, кеше интернет несін қарап тұрсам, Камил Гаджиев та, мысалы, осы жігітке интересін тастап жатыр өзін. Сол сияқты мүмкін сондай бір үлкен бір промоутерлер алып, қазір екі жігітті өзін дегенді жетеді деп ойлаймын. Бірақ тамаша, енді 10 балдық шкаламен айтатын болсам, плюс 10-ға екі жігітке де. Жылды жақсы бастады, иә? Красавчик. Өзінің жастарына қарамай, екеуі де әкетіп отыр. Вот что вам Ануарбекке нравится, он білет та, қашан, қалай айту керек. Сол бір стористі қарады да, когда он ученика побил. И сразу зацепился. Чисто инфоповод қой. Сол ғой. Молодцы, жігіттер өзінің тірліктерін білет, жасап жатыр. Енді ең бастысы осының бәрін алып келгеннен кейін енді бір жақсы бой көрсетсе болды екеуінен де. Шынымен ғой. Ну, ол бір жағынан бокс болады ғой. Бокс қой. Марсельмен емес, типа ММА, Марсель сразу аяққа кіріп алады да. Ол жерде бокс, Бірақ Ануарбек те молодец. Соңғы жекпе-жегі негізі ана Қырғызстанда кіммен шықты ғой. Ол жекпе-жекті тұтты. Бірақ берген жоқ, иә? Берген жоқ бар. Тартып алды кәдімгідей. Енді Ануарбек те молодец. Әрқашан өзінің жасына қарамастан әрқашан да тренировка істеп,
Енді бір ол түсініп тұр ғой уақыт өтіп жатқанын, бір үлкен бір нәрсе ұстағысы келіп тұр ғой бұл жерден. Оған тек сәттілік. Мұхитқа да сәттілік. Қалай екен осы жекпе-жек мұхитты болса жеке танымайды екенмін сөздің шыны керек. Оны боксасқанда көрген емеспін, бірақ инста парақшасынан, тиктоктан қарап отырамын. Енді егер бұл жекпе-жек болатын болса, енді екеуінде ренжіткім келмейді. 50-50 деймін айтам. Екеуінде 50-50. былай қарасаң, бірақ мұхитты біз проф-аренада көрген жоқпыз ғой, чисто любительский аренада көрдік. Сен қалай ойлайсың, осы жекпе-жек болса кім жеңеді деп? Сен Ануарбекпен кездескенбіз, мұхитты былай танимын. Негізі кезінде мұхит өте мықты боксерлардың бірі болды. Жақсы бокстасатын. Мен ойым 60-та 40 мұхит алып кетеді. Ол кажется, да, мастер спорта международного класса? Да, международный. Енді былай қарап тұрсаң, ол қанша жыл бокстаспады? Мұхит дұрыс па? Ануарбек жиі бокстасып тұр ғой. Сол сияқты. Сондықтан айтып жатқан шығар, 4 раунд деп. Мен сонысын айтып отырмын осындай. Енді Ануарбек таңғалдырудан мүмкін. 4 раунд деп кім танымайды? Мұхит 4 раунд жасайық деп. Ануарбек 6 дейді. Мәкеңді өзінің багың біліп тұр ғой. Дұрыс қой енді. Енді өзіне осы жігіттің осы еңбектерін бағалап, жақсы бір сыйақыларын берсе, екеуіне де жақсы болушы еді. Олар да түсінуге болады. Олар да семьясын бағып жүрген жігіттер осымен. Негізі сондай конфликттер еще неге керек? Егер де осындай инфоповод болса, лига ақша төлейді ғой по-любому. Сонда біздің қарапайым жігіттерге чек көтеріледі. Дұрыс айтасыз. Сол да жақсы бір жағынан. Бектас, сені тек наматта көреміз біз. Ойларың жоқ па? Хардкор боксинг или кулачкада, топ-докқа? Қазір құдай бұйыртса мен пробокстан карьерамда возобновить етейін деп жатырмын. Қазір келесі All-Star келесі бойлар 28-ші ақпанда болады, Астанада. Сол картқа кіруге тырысып жатырмын. Егерде кіріп кетсем, жақсы болар еді. Сен ше? Әрекетін істеп жатырмын. All-Star или Fight Nights болады еще неде? Павлодарда. Павлодарда болады Fight Nights. Ұсыныс болған жоқ па? Ұсыныс болды. Екі жақтан да. Енді қазір жекпе-жегімнен кейін ғой, иншалла бәрі белгілі болады. Бірақ өнер көрсеткім келеді. Fight Nights'та мен кезінде төбелескем, 6 жекпе-жек өткізгем. Камил мені жақсы таниды, мен де оны жақсы білем. Енді бәрі мен сөзін шыны керек, бәрі сол гонорарға келіп тіреледі ғой. Маған қай жақ жақсы береді, мен сол жақта өнер көрсеткім келеді. Олыстармен де жақсы қарым-қатынастамын. Зиямен де, Анармен де көреміз енді. Осы жекпе-жектен кейін. Бірақ білмеймін енді осы жекпе-жектен кейін, бірақ өткізгім келеді бокстан. Бокс өзіме ұнайды. Осы лигада, если выбирать между двумя лигами, All Stars и Fight Nights, ты бы какую предпочел? Именно осы турнир по боксу. Енді Fight Nights'та да шыққым келеді. Олар уже екінші турнир жасайды. Екінші ивент өткізді, бірінші Астанада өткізді. Жалғаспен бері шықты. Менің достарым 99 раунд дүкеніне үлкен алғысымды білдіремін, және осы перчаткиді ұту үшін сұраққа дұрыс жауапты комментарийге жазыңыз, және оның қасына міндетті түрде өзіңіздің Instagram парақшасының атын жазуды сұраймын. Және де 99 раунд дүкенінде Сарбас атты подкастымен 15% скидканы ала аласыздар. Сен 5 жекпе-жек өткіздің, иә? Бір жылда. Арасында кулачка бар, ММА бар, бокс бар, короче. Только танцев нету. Айтпай, биден басқасын бар. Знаешь, что интересно? Сколько ты заработал? Вот, типа, не деньгами, а вот какую-нибудь крутую машину можно купить за эти деньги? Тогда же, брат, можно уже дом достроить. Мен бәрін айтайын осы жерде. Дидар дәл сен сияқты айтады көбісі. Мен жалғыз емеспін үйде. Енді әр үй болғаннан кейін әр үйде проблема болады, кризис болады, сол сияқты ғой. Егер мен жеке өз басын ойлап лицемер болатын болсам, мен машинамды мініп, үйімді салып жүре беретінмін да. Бірақ мен ондай емеспін, мен Аллахтың қалауымен. Құдайға шүкір, мен артымнан келе жатқан бауырларым бар, менің отбасым бар. Сол жақта жан-жақты көмек беру ғой. Жылына 5 жекпе-жек, ол мысалы еще қайтып болды, мысалы, иә, сен наматта шықтың, сосын All-Star'да шықтың. И арасында бір ай. Енді қайтадан ақпанда
файт неде намат та бар, сосын не бар, салмақ қуу, қандай проблемалар бар негізі. Былай бір айда 2 бой жасап, еще не просто бой, қиын бойлар жасап. Салмаққа келіп тіреледі бәрі. Мен жасырмаймын, но Зияевпен де сөйлестім, келіспей қойды ғой. Конференциядан кейін де бетпе-бет жолығып айттым, келіспей қойды. Ана менеджерін айтады, мынау айтады, өзім секіріп кетті сөздің шыны керек. Мен қалайтын едім, сол егер орта салмақ келісетін болсақ, мен бұл жерде басқа жекпе-жек көрсететін едім. Енді ақталу ол басқалардың ісі, мен ақталмаймын, ұтылдым, жігітше көтерем. Бірақ енді сәл уақыт болған кезде немесе кішкене салмақ мәселесін келісетін болғанда бұл жекпе-жек басқаша болатын еді. Енді бәрі қинайтын сол салмақ. Салмақ болмаса өзіме жақсы сезінемін. Сосын саған тренер айтты, жоқ, сен сторис жасадың ғой, по-моему осы жылдың басында ма, қателікті түсіндім, енді 25-ке келеміз деп. Қандай қателіктер болды? Жекпе-жек барысында болды. Өйткені біз Дәулет екеуміз басқа план құрған болатынбыз, кішкене план бойынша жүрмедім. Сосын Дәулет маған өзінің ренішін айтты, жекпе-жектен кейін. Енді Дәулет бауырым ғой, мен любой нәрсесін көтеремін ғой, ол мен де любой нәрсесін көтереді. Мен айттым, сол жерде жекпе-жектен бардым. Дәулет, мен қателігімді түсіндім дедім, енді онда жасамаймын. Сосын Дәулет айтты, бауырым деді, осында келді, дайындық бастайық деп өзі келісімі берді. Енді Дәулет екеуміз енді как тренер емес, былай бауыр ретінде араласамыз да, оның адами қасиеті маған ұнайды. Енді бір айта кетейін, ол ешқашан менен ақша алған емес. Дәулет. Енді бір тренерлер бар ғой, байлап қойған, ондай емес Дәулет. Мен саған ол өзі айтты, Аллах куә, мен сені ақша үшін дайындап жүрген жоқпын деді. Осындай қарым-қатынаспен айтты екеуміз бір-бірімізге. Енді Дидар ағамыз бар, ол жерде айта кететін болсам, Дидар ағаға да үлкен рахмет. Тарпротимнан кеткеннен кейін маған звондады, қандай план, не істейміз? Айттым, маған зал керек, мен кел Сахпротимға. Кез келген уақытта саған есік ашық. Енді Аллахтың қалауымен осы уақытқа дейін көмек беріп жатыр ғой, Аллахтың қалауымен шүкір. Сөздің шыны керек, ол жігіттерге өте ризамын. Және көп жерде айтылмай кетеді, ол Асхат бауырым, менің құрдасым. Ол жігітке де үлкен рахмет. Әрбір жекпе-жекте менің жанымдан табылады, әрбір жекпе-жек барысында маған лап ұстап береді, дайындайды. Көп рахмет осы жігіттерге. Бұнда жігіттер командамызда бар кезде біздің тоқтауға ешқашан ниетіміз жоқ. Бірақ болды, біраз адам болды сенде. Кім Садриддин болды, сосын кім тренерің болды, сосын біраз адам болды да. Көп бізде. Садриддин бауырым рахмет, сол Америкадан келіп менің жанымда жүріп, маған қолдау көрсетті, үлкен рахмет. Олдан да кішкене бір алатын тәжірибелерім болды. Мен жекпе-жек барысында немесе жаңағыдай раздевалкада мысалы көп нәрселер үйреніп алдым, сөздің шыны керек. Енді ол жерде төбелескен мен ғана ғой, мен ғана кінәлім болды. Дұрыс па? Мен шықтым, мен үшін Дәулет төбелескен жоқ, мен үшін Садриддин төбелескен жоқ там, или басқа жігіттер төбелескен жоқ. Кінәм бәрі менен болды. Оны әрқашан айтамын, ол жігіттер өздері біледі. Бұл жерде кінәлі мен ғана болды. Сол өзіме берген жүкті мен толығымен арқалап шыға алмадым. Өзіме берген тапсырманы толығымен орындап шыға алмадым. Кішкене жетпеді, болды, ұтылдым. Бірақ мен білдім, сездім, егер сәл басқаша болған кезде бұл жекпе-жекті ұтып кетуге мүмкіндігім бар еді. Болды, басқа ешнәрсе емес. Бектас, сенде бір команда бар ма? Мысалы, күнде Жұманда, Сахпротим, Дартим оның алдында болды. Сенде қазір кім дайындық жасайды? Бізде біз файт клубта істейміз ғой, өзіміздің клубта. Файт клубтың коллегаларымыз бар. Солармен бойдың алдында сол кісілермен дайындаламыз. Основной дайындайтын Тимур Айсадилов. Получается, он тебя полностью подготавливает к бою, весогонка, бәрі, диета. Тимур Айсадилов. Темірлан Айсадилов. Темірлан, өзім ойланып қалдым. Темірлан танитын шығарсың. Иә, залда көреміз ғой. Залда емес, кезінде өнер көрсеткен жігіттердің бірі. Вот, кстати, бойларын көрген жоқ. Алаш Прайдта кезінде жақсы лигада төбелескен жігіттердің бірі. Алаш Прайд, камбо джиу-джитсудан өтірік айтпасам, двухкратный ма, трехкратный ма чемпион мира. Әлем чемпионы. А бір мынандай профессиональный команда кіруге ниетің жоқ па? Зайти в такую большую команду профессиональную. От А до Я бәрін. Спарринг-партнер, по-моему, сенде спарринг-партнер аз ғой файтта. Бізде былай ғой, спонсорлар болса, болады да. А менде спонсор не жоқ, мен өзім енді былай айтайын, менде оны ешқашан айтпаймын да былай. Менде 4 бала бар.
бір семья мына жақта, бір семья Қаскеленде. Ол ажырасқанбыз да бірінші семьямен. Ол екі қызымды обеспечивать етемін. Мына жақта семьям бар, анам бар, сол секілді. Ол кісілерді жаңа көмек нету үшін, жаңа обеспечивать ету үшін біраз ақша кетеді. Сол үшін мен жұмыс істеймін. И базарға шығамын. Енді даже бойға міне бір 2 күн қалған кезде ғана мен и то тренировкада жүресің. Қуып жатып тренировать етіп жүремін да, өзім жұмысымды істеп өтемін. Өйткені бір күн жұмыс істемей қаласың, оның ақысы кетеді да. А как файт относится к этому? То есть к тебе как профессиональному бойцу? То есть идут на какие-то уступки, поблажки? Помогают в этом плане? Енді әрине файт біздің бүкіл коллектив, коллега бастықтарынан бастап бәрі өте керемет кісілер ғой. Әрине көмектеседі. Олар түсінеді. Жаңағы групповой тренировкалар болады. Сен демалсашы, өзіміз өткіземін, сен бойға дайындал, өткізе беремін. Олар да мені біледі ғой. Қойшы дейтін аған жақында. Файт бір жағынан жақсы, бүкіл профбайстар сол жақта жүреді. Мысалы, или хардкор болған кезде байстер келеді ғой. Сразу файтқа келеді. Файтта бәрі бар. Файтта бәрі бар, файтта бәрі. Біздің коллектив бар ғой, бір ерекше бір біздің жігіттер андай не ғой? Ұйымшыл да. Ана жақта біреуде бір нәрсе болды десем, мысалы өткенде, даже өрт кезінде біздің үйіміз өртенген кезде бүкіл коллектив жиналып өзінің көмектерін тигізді, қолдауын көрсетіп. Ол да бар, даже коллективтан бөлек менің өзімнің оқушыларымда келіп, бека деп қолдауларын көрсетіп нетіп жатыр да. Ол айтып отырмын ғой, адамның ниетінен көрдің ме, қандай адам. Сосын сен жақсы болсаң, жанында жақсы адам жүреді. Мен өз көзіммен көргем. Бекташтың мысалы қанша жекпе-жек балуан шолақ болғанда да мысалы қанша балдар келді. Сол файт клабтың артынан да. Ойлашы. Ол адамның өзінің несін айтады ғой, қарым-қатынасын солармен. Жақсы бала болғаннан кейін жақсы адамдар келіп отыр, Аллахқа шүкір. Енді көбісі ойлайды, ойма біз қырып ақша тауып жатыр, мысалы бір командада жүрсе, команда айлық төлейді екен деп, ондай нәрсе жоқ. Ол өзіміздің айтар бірінші Аллах, екінші осы өзіміздің еңбегіміз арқамыз жетіп жатыр қой, Аллахқа шүкір. Енді бар, енді арасында өтірік айтпаймын, бізді там братан деп айтатын балаларға звондайсың, мысалы айтады, бауырыма витамин дейді, мысалы сөйтіп саз жүретін жігіттер де бар. Енді әрқайсының атын айтпаймын, бірінші Аллах біледі ғой жігіттерді. Сол жігіттерге әрқашан мен рахметімді айтқым келеді да. Олар көрінгісі келмейді, в общем. Олар тек Алланың разылығы үшін жасайды. Олар Алланың разылығы үшін жасайды, бауырыма албаш витамин деген сияқты. Оған шүкір айтыр, ол кісілерге Алла разы болсын. В тени жүреді ол кісілер. Сол кісілер ғой. Сол кісілерге үлкен Алла разы болсын, рахметімізді айтамыз. Получается, Сақпротивға зарплата төлемейді? Жоқ, қазір емес, біздің ол кісілерге ешқандай реніш жоқ қой дейдер аға. Маған мен басында рахмет айтқам, ол кісіге маған жұма кез келген уақытта сен залға келіп істей берсең болды. Ол ғой, маған одан не керек, дұрыс па? Дәулет, бауырым, красавчик. Осылай нәрсе айтқаннан кейін мен болды ғой. Егер мен ойба қырып ақша тауып жатсам, әрине внимание бөлемін ол жігіттерге. Енді ол жігіттер менің нем түсінеді де қазір жағдайымды, мен сол себепті әрқашан қолдап жүреді, Алла разы болсын. Бірақ ондай ешқандай бір жерден зарплата алу, ондай нәрсе жоқ менде. А сенде хардкормен қазір қандай не қарым-қатынас? Хардкормен титульный бой болу керек еді, бір Хамзатпен ба, бір жігітпен? Оны білмеймін, хардкор өшіп жатыр ғой өзі. Өшіп жатыр, что-то вообще жоқ. Сол ғой, сол себепті. Енді маған осы жерде ұнайды енді. Егер хардкор қазір жақсы жаңарып жататын болса, менде әлі контракт бар ғой, хардкорда. Жалғастыруға болады. Бірақ хардкорда қазір Мұратбек шығады. Мұратбек, кеше нелерін көрдім ғой, конференциямен, сибирский Конормен шығады. По идее, турнир жасап жатыр олар. Шақырған жоқ па? Шақырған жоқ, көреміз алдағы уақытта. Бірақ менде контракт бар олармен әлі. Қанша бойға? 3 бойға. 3 бойға. 3 бойға да қойым, одан да көп 4 бойды болу керек. 6 бой ғой негізі. Екеуін өткізтадым. Әлі 4 бой бар. Бірақ әлі ештеңе деп жатқан жоқ. Әйтеуір жан жақта төлесіп жүрген мәйеліздерге ештеңе деп жатқан жоқ.
осы отношениемен өтіп кетсем дұрыс болушы еді хардкормен. Сен Мишаға айтқансың All Starстан кейін. Сенде алда 2 жекпе-жек бар. И прощальный Найзада жасайсың деп. Енді сол айттым соңғы жекпе-жегімде сол Найза лигасында аяқтағым келеді Нұрбек ағаның жанында. Нұрбек ағамен бірге бастадым, Нұрбек ағамен бірге аяқтаймын. Нұрбек братанға қазір айтсаң ұрсады, ол маған айтады қашан қоясың деп, мен жаныма шетсен төлескен кезде деп. Сол сияқты ол да спорттан кейін өмір бар екен ұмытпа деп әрқашан айтып отырады. Ол кісіге Алла разы болсын. Мен бүйтіп әрқашан жанымда болмаса да менің қолдаушым сол кісі әрқашан да. Сол секілді мен өзім карьерам солай көремін. Ойлашы, Найзадан бастадым 2012-де. Найзаны аяқтап отырмын, жақсы емес пе? Тарих қой. Отқаннан кейін жаңағыдай қойып, өзімнің алғы сөзімді айтып, болды, одан кейін кетуге болады. Осы жылы спорттан. Енді осы жылда айта алмаймын енді ол. Ол жағдайға да байланысты ғой. Иә. Оны түсінеміз ғой. Енді біз мынандай нәрсе ғой Дидар, мен айтуым мүмкін, былай, бірақ егер Аллах қаламаса ол нәрсе болмайды да. Біз бірінші Аллахқа тәуекел етеміз ғой, одан кейін өз әрекетімізді жасаймыз иншаллах. Сол секілді. Бектас, Жұман жылына 5 жекпе-жек жасады өткен жылы. 24 жылы. Максимально сен қанша жекпе-жек профессиональный аренада жасадың? Жылына. Пробокстан болған. Неден боксрактан қарамасам былай есте жоқ. Но так в целом ты в год один бой да проводишь? Жылына 1 рет, 2 рет? Иә, осы 22-ден бастап мен 4 бой өткіздім ғой. 22-ден бастап. Жылына 2 бой ғой сонда, Мелеке. Жоқ, жылына 2 бой емес. 22-дің аяғында ноябрьда 1 бой өткіздім. 23-те июньда өткіздім 1 бой. Сосын осы биыл, жаңа былтыр 24-те 2 жекпе-жек өткіздім. Осыдан ең қиын соперник кім болды? Қиын соперник болған жоқ дейсің ғой. Білмеймін. Шын айтсам, әр бойда былай бір дыханиямен өтемін. Ең оңай өзбекпен екінші рет төбелескенде сол ең оңай сол болды. Ең оңай, иә? Ну да, там нокаут отправил, да? Алматы арена. Шулатты ғой. Айтпақшы, кулачка мен проф бокс бар ғой, арасында бір қиындықтар бар ма? Айырмашылық көп қой екеуінің арасында. Айырмашылық өте көп. Пробокс, мысалға, пробокстан травма былай алмайсың да, мысалы, кулачкадан қыдай. Травма опасна, да, получается, кулачка? Енді бір сырттай травмалар көп аласың ғой, бірақ мен айтушым, Бектаспен мен келіспеймін. Өйткені ең қиын спорттың бірі ол бокс. Өйткені сен іште аласың ол жарақатты. Сол іспен ерекшеленді бұл жерде. Бірақ енді екеуінің бір нюанстары бар, әрине, кулачкадан да, бокстан да. Өйткені кулачкада кішкене дистанция басқаша болады. Ол жерде көбінесе жабайы төбелесетіндердің жол болып кетеді да, мысалы. Бірақ қанша проф боксерлер көріп жатырмыз, нәхекене ұтылып қалып жатыр да, сол сияқты кішкене үйренбеген. Бұл жер кулачка сәл ММАшниктарға жақын да. Сол секілді ғой. И сосын перчаткаларында разница бар. Дайындықтары әртүрлі ма? Жоқ, дайындықтары бір. Дайындықтары бір ғой. Дайындықтары бір. Дайындықтары бір. Бір жағынан былай қарасаң, бокста просто урон көрінбейді. Бірақ ол бар, ол көп. Ал кулачка алсақ, просто қан, сечкалар бар. Мен не үшін айттым, жаңағы кулачкада жаңағы травма көп. Мен мысалға өздерін көргенде мен рингқа шығып мен ойнаймын. Мен ұрудың алдында защитаны ойлап қоямын да. Мысалға Жұман братан бұл кісі енді в общем сөз жоқ қой бұл кісі. Ал мен минимальный уронмен шыққым келеді да. Болады шоу көрсетуге, бірақ дегенмен бас екеу емес. То есть ты предпочитаешь такой более аккуратный стиль, игровой стиль? Игровой. Мен шығып шоу көрсеткім келеді. Өздерің көресің, да? Рингқа шығып камера көрсем бітті, мен билеп қозам десе.
солай андай более защитаға істеп, егерде чувствую, что проигрываю, я начинаю включаться. А егерде жеңіп жатырмын, оны сезіп тұрмын. Мен даже мысалға жаңа айттым ғой, Ануарбековпен бокстастым деп, 4-ші раундта ол жігіт андай лоқсу бастады. Мен бұрышымдағылар, добивай, енді бітірмейсің ба дейді. Ол да адам ғой деп, негізі. Сондай нем бар да, мен, ол адам ғой, ол. Не қылам, оны добивать етіп ол. Одан кейін 5-ші, 6-ші раундта ол қайтадан қоса бастағаны кейін мен де қоса бастадым да. Солай темп ұстап отырам да. Мен жеңіп жатқанымды сеземін ба, болды, дальше уже бастаймын жаңағы ойнап, билеп, шоу көрсетіп. Да, я помню, ты в прошлый раз того пацана бросил, потом Айдоса так подсечку сделал. Ну, тоже элемент. Вот бектаста бір жақсы нәрсе. Ол, мысалы, бойға дейін не тұрыштап жасамайды, бірақ бойдың кезінде, бой кезінде сәл шоу элементін қосады. Бойға дейін сендерде бір не бар ма? Ритуал, традиция, мысалы, что-нибудь такое есть у вас до боя? Менің өзім традициям мынандай да. Дайындықтың бәрін келе жеттім, бой назначить етеді, әке-шеме өткенде енеме деп постоянно айтам да, бәрі енене сәлем айт, енем өзі ұялып қапты, мені айтпай, келіншегіме айтады, мені айтпай қойсыншы деп айтады. Бәрі нетіп жатыр ғой. Мен одан түк нетпеймін. Әке-шеме звондаймын, енеме звондап, жаңағы баталарын алып, сөйтіп дайындықты бастаймын. Содан кейін мына бойға уже весті қуам, весіға бара жатқанда звондаймын. Болды, Құдайға шүкір, кетіп баратырмын. И бойға шығар алдында мына жаңағы раздевалкаға келді, киім ауыстырдық, звондаймын. И бірінші анама звондаймын. Анашым осылай мінік. Сен маған айттың, бата сұрайсың. Карьераңда болды ма, мысалы, әке-шең айтқан, жоқ, бата бермеймін, бойға шықпа деп. Тоқтар жетпейді ғой десең. Ол жоқ па? Әр ата-ана өзінің баласына тек жақсылық ойлайды ғой. Ол кісілер білет, мен осы жол таңдадым, осы жолмен кетіп барадым. Ол мысалға ол кісілер жаңағыдай әрдайым осы баталарын беріп не қылып жүреді. Енем айтып қояды, келіншегіме айтып қояды, Бектасқа айтсашы, қойсын деп мен айтамын. Примерно қалай ойлайсың, сенде қазір қанша ресурс бар, қанша жылға жекпе-жекке шығуға? Мен өзім 26 жасымнан былай нақты бүйтіп кіріскеніме спортқа 26 жастан бастадым ғой. Оның алдында былай істеп не қылып жүрдім. Ішкі сезім 18-деміз да, бізде әлі денсаулық, Құдайға шүкір, не? Ол адам жаңағы жасқа емес, сезімге, сезімге, ішкі сезімге не қылады ғой. Ол ішкі сезімде мен әлі бір Құдай бұйырса 40-қа дейін төбелесетін желание бар да. 40-қа дейін. Значит, это сколько еще лет? 9. Қазір нешедесің? 9 лет. 9 лет, біраз бар ғой. Кидар в шоке, да? Жұма, сенде қандай традициялар бар бойдың алдында? Мен бірінші жекпе-жек күні сол аренаға шығатын алдында 2 рәкат намазымды оқып аламын. Аллахтан сұрап. Аллахқа разылығымды білдіремін да. Қандай жағдай болмасын, Аллах тағала мені абыройдан айыру көрмей болды. Мен бас тілейтінім осы. Ашығын айтып отырмын, Аллах тұр ғой. Одан кейін анам жүреді, табыршытап өзінің қоятын орнын таппай. Сонымен шығатын кезде киініп аламын да, анам батасын береді. Есіктің алдында. Кейде бір жылап алады. Маманы арқасын бүйтіп құшақтаймын да, мама, қандай жағдай болмасын, мен сені жақсы көремін. Ұтылайын, ұтпайын, мен сені жақсы көремін. Болды. Мамам да барын тілеп шығарады, Аллахтың қалауымен. Болды, одан кейін тоққа той боласың. Мен шын айтамын, сондай сезімменде болды. Постоянно жасайтыным сол. Ұтсам да, ұтылсам да әрқашан анама барам, анам құшақтайды, бет-аузымды тексереді, бәрі жақсы ма болды. Одан кейін көңілде тыныш, мен де көңілім тыныш болды. Сол. Бұл жерде басқа ешқандай не жоқ. Ойбай, ритуал, там біреулер сияқты бір нәрсе істеп,
біздің бары ритуалымыз осы. Бірінші Аллах, екінші анам, одан кейін болды, одан кейін кете бересің ғой. Шынымен ғой бауырым, сол ғой. Басқа ешқандай не жоқ бұл жерде құпия. Сосын еңбегіңе, жаңа Бектас айтқандай, өз еңбегіңе қарайсың, бағалайсың, болды. Барынша тырыстың ба, жеңдің ба, шүкір етесің. Барынша тырыстың ба, ұтылдың ба, оған да шүкір етеміз. Ең басты сол ғой бауырым. Болды. Сол жеңіске дейін ұтылсаң, мүмкін сен жеңіске дейін тұрарлықтай әрекет еткен жоқсың, болды. Аллахқа шүкір етемін де болды, басқа ешнәрсе емес. Ал бойдан кейін қандай не бар? Іс-әрекеттер постоянно жасайтын бірдеңе бар ма? Жейміз тамақ. Той Мен кола іздеймін бойдан кейін. Кола? Кола іздеймін, кәдімгі кола ішкім келеді, бургер жегім келеді. Весогонкада жүргенде ойлайсың соның бәрін, бірақ бойдан кейін қатты жей алмай қоясың. Бір-екі рет ішкеннен кейін, бір-екі рет жегеннен кейін болды ғой. Сосын ары қарай ойлап отырасың, ары қарай салмақ қосып кетпейін деген сияқты. Сол сияқты. Сенде ше, Бектас? Мен бойдан кейін үйге барамыз, семьяммен. Үйге барып, бірақ болмаса сен семьяң постоянно аренада жүреді ғой. Иә. Вплоть кішкентай балалармен, да? Иә. Ты бы хотел, чтобы твой младший сын тоже боксом занимался или там какими-то единоборствами, ММА, кулачка? Ну, постоянно, потому что залда жүреді, перчатки киіп, сенімен былай бәрі атмосфераң көреді, и как будто там хочешь, не хочешь, по-любому боксер болады, как будто. Менің ойымша боксер болатын сияқты. Өйткені енді өзі жол таңдайды ғой. Баланың ананы істеймін, самое главное жаңағыдай несін ауыстырмаса болды да. Түсіндір ғой. Полын ауыстырмаса, жаңағы балетке барам демесе, балеттің өзі де мысалы бар ғой, еркектер мықты билейтін. Енді бала не таңдайды, бүйтіп өзінің ақылында айтып қоясың енді. Бірақ не таңдаса, бірақ сен оған Абдулманап Нурмагомедов сияқты не тренер бола аласың ба өз балаңа? Мысалы Жалғас Жұмагүлов айтқан, короче, менің балам ММА-ға барса, мен тренировкаға қатыспаймын, короче. Не буду готовить его. Керегі бар, да. Аха. Енді бұйырса мен дайындаймын. Ұлым дайындаламын десе. Мен қазірден бастап өзім лап ұстап қоямын, ол да жүреді, лап ұстап, менің учениктарыма да ұстап қоямын, жаңағыдай нелерін, оқушыларымда красавчик барлығы поддерживать етіп, баламды көріп, не қылып. Енді бұйырса ойым бар, боксер болады. Айтпақшы, Жұман, сенде зал ашылайын деп жатыр ғой? Или ашылды ма уже? Бұл зал жайлы айтатын болсақ, ол станция Чемалғанда. Менің Еламан деген бауырым бар, жанымдан шегім. Біз сол бір бойдан кейін танысқан болатынбыз. Сол екеуміз сол жігіт ашты. Әкесінің аты Жеңіс, әкесінің көзтері, Құдайға шүкір. Бірақ ол жігіттен маған ұнағаны, ол жерден пайда табу мақсатында емес, сол жерден, сол станция Чемалғаннан, сол залдан, сол залдың атын шығаратын, осы мықты жауынгерлер шығару. Ниеті сол болды ол жігіттің. Енді технический открытие болды. Бізде енді осы бұйырса алдағы уақытта, осы жақын арада соның официально ашылу салтанаты болады сол залдың. Сол жігіт өз қаражаттан тұрғызып берді. Бірге жұмыс жасайды деп маған осындай ұсыныс берді. Сен сол жақта не болып жұмыс істейсің? Тренер ретінде ма? Или наоборот, медийное лицо ретінде ма? Енді ол медийный лицосы бар бір шетінен, екіншісі ол жігіт Еламан бауырым сол жерден қалайды. Мен сол жерден чемпиондар шығарғанымда, тренер болғанымда. Енді сол мақсат сол ғой. Енді карьерадан кейін сол залда сен тренировка жасайсың? Иә, ол залда да боламын. Енді көп қой, менің пландарым көп. Ол қазір айтып отыратын не емес, бірінші өзім ішімде ол нәрсе. Бірақ енді сөздің шыны керек, сол іс жүзінде соның бәрін іске асыруға тырысамын иншалла. Енді өмір бақи төбелес жүрмеймін ғой мен. Сол сияқты оның бәрін білемін. Мен біреулер айтқандай, ой, болдың ғой, анау ғой, жаңағында ғой, ішкі от қой менде әлі бар да. Сол ішкі от бар кезде мен айта алмаймын, ойбай, ертең қойып кетемін, арғы қойып кетемін деген сияқты. Сол іштегі от қашан сөнеді, мен сол кезде қоямын да, көз жанып тұр әлі уақытқа дейін. Ал сосын тағы бір несі бар, бір шеті, егер мен залға барып, жаңағыдай өзімнен жас жігіттер келіп мен сабап атса, мен кезде мен қоя саламын да, болды, мен сабап атып. Бірақ ондай мүмкіндік көріп атқан жоқпын. Сондай жоқ әлі. Иә, ондай жоқ. Құдайға шүкір. Сол ғой, от қой іштегі.
от мотивация, алға қойған мақсат, мен соған жетпей, мен қазірге берілуге мен ешқандай хақым жоқ, сөздің шыны керек, Аллахтың қалауымен. Сосын жаңа Еламанды айтып алайықшы, Еламан бауырыма үлкен рахмет, әрқашан қолдап жүреді. Бұйырса сол жеңіс клубынан иншаллах үлкен чемпиондар шығады деген ниеттеміз. Иә. Бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой, бірге жасаймыз иншаллах. Ну, думаю, мы хорошо поговорили. И в конце бізде обычно блиц болады, бірақ два гостя. Блиц жаса алмаймыз. Давайте я задам вопрос, а вы просто ответите да или нет и объясните почему. Хорошо? Царукян Махачевті жеңе ма? Жоқ. Сен қалай ойлайсың? Жоқ. Екеуі UFC-де төбелеседі. Білмейді. Жоқ, оны Махачевті білемін. Мен Царукянды білмейді екенмін. Менің ойымша ислам 5 раунд төбелес решениемен ұтатын сияқты. Өйткені исламға жанкүйермін. Мұратбек осында болған кезде подкастта айтқан, Джон Джонс паразам любой адамды жеңе алады деп. Неважно в какой эре, эпохе. Джон Джонс, сенің ойынша Джон Джонс в уличной драке любого выиграет? Мен олай ойламаймын. Өйткені көшені ат көше. Кез келген ұта алмайды деп ойлаймын. Бектас, сен ше қалай ойлайсың? Джон Джонс паразам далада көшеде любойын жеңе ма? Білмеймін. Кулачка легче ММА? Жоқ. Блин, ну я тебе не могу такой же вопрос задать, потому что... Жарақат көп кулачкада. Кулачкада жарақат. ММА ше? ММА-де қатты не жоқ қой. Ол жерде мүмкіндіктер көп та. Нокдаунға айтсаң аяққа кіріп кетуі мүмкін. Сол сияқты. Кулачкада тек қана тұрып төбелескеннен кейін ондай мүмкіндіктер жоқ. Сол үшін мен үшін ол кулачка қиындау. Жақсы. Және Шафкат немесе Белал? Шафкат мықты. Шафкат алып кетеді. Бұйырса. Шафкатқа жанкүйерміз соңына дейін. Енді ол жекпе-жек барысында көреміз, бірақ Шафкат барын салады. Белал да өте мықты қарсылас. Бұйырса Шафкат үшін жанкүйерміз. Белал қазір неге Хабибтің залына қосылды ғой? Қазір бірге дайындық жасап жатыр. Мен өткен кезде ролик жасадым. Окружение очень сильно влияет на результат. Махачевта интервьюда айтқан, бүкіл адамдар қатты жұмыс істейді, я? Все пашут. Бірақ олардың залында бүкіл чемпион. Бүкілі чемпион и бүкілі, мысалы, чемпион болғысы келеді, и сондықтан оларда конкуренция мықты. И қазір Белал сол жаққа қосылды. Белал сол окруженияда. Шафкатта сондай окружение бар ма? Біздің Қазақстанда жоқ қой ондай. Жасыратын несі бар. Шетелде кету керек, бір команда таңдап, сол жаққа барып дайындалу керек. Өйткені Шафкатта жынды емес қой. Ол да біледі, өйткені алда үлкен жекпе-жек екенін. Ол тарих жасайтын жігіттердің бірі ғой. Сол себепті ойлаймын, команда ауыстырып, қазір басқа командаға барып, кілең мықтылармен дайындалады деген ойдамын. Мен ақыл айтатын ешкім емеспін, сөздің шыны керек. Сол секілді, бірақ енді не болса да, қандай жағдай болмасын, Шафкат үшін жанкүйеріміз ғой. Тут дело даже не в тренерах. Тренера-то у нас хорошие. Чисто спарринг-партнер жоқ та бізде. Мен айтып отырмын, солға айтып, өсу үшін сондай нәрсе болу керек та. Өзгерту керек деп ойлаймын. Бәрін емес, енді бір кейбір жерлерін қосу керек та. Сол секілді ғой. Енді қазір шындықты айтсаң, біреуге ұнамайтын заманымыз ғой. Сол секілді ол да жынды емес, қарсыласын біледі, мықты екенін. Белал молодец, өзінікін істеп жатыр. Қазір Хабибтің командасына қосылды. Ол жерден артқа кетпейді, ол жерден өседі. Белал негізі мені соңғы кездерде бар ғой, не удивляет меня. Эдвардспен. Эдвардспен төбелескен кезде такой невзрачный боец вроде. Барады да и самого лучшего чемпиона и выигрывает. Без шанса, да? Вообще шанс қалдырған жоқ қой. Леон сол жекпе-жектен кейін вообще потерялся. Жоқ кетті. Ну, жігіттер, рахмет сұхбат үшін. Ну, мы, как всегда, в конце ролика будем разыгрывать перчатки от 99 Round. И я придумал хороший вопрос. Я не знаю, вам понравится или нет. Что нужно сделать? Ответить правильный вопрос, написать в комментарии правильный ответ, быть подписанным на канал. И рядом обязательно укажите ваш Инстаграм, чтобы мне было проще вас найти. А вопрос я такой хочу задать. Сколько Жуман и Бектас вместе в одном карде дрались в номад-файтинге? Поэтому им нужно будет посмотреть все турниры номада. По крайней мере, по разу пересмотреть ваши бои. Жігіттер, сұхбат үшін рахмет. Думаю, мы обо всем поговорили.
о всех прошедших новостях, о всех будущих боях, которые есть. Рахмет за участие. Саған рахмет дәке. Шақырғаныңа Өсе бер. рахмет. Өне бер айналайын. Рахмет. Турнирде кездесеміз ғой. Обязательно.